Алдында бір кәсіпкер келіп айтады, менде тігін цехы бар дейді. Тігін цехында біраз адам жұмыс істейді дейді. Сосын мен айтып тұрмын ғой, енді командаңызда қанша жаңағыдай сұрақтар қойылып жатқан кезде, айтады, олар менің командам емес дейді. Мен қалай ол сонда деймін. Сіздің киімдеріңіз тіге ма? Иә. Сіздің брендіңіз үшін жұмыс істеп жатыр ма? Иә. Қалай сіздің командаңыз емес? Ол айтады, олар жай ғана тігетіндер ғой дейді. Мен олардың ақшасын төлеймін, олар маған аутсорспен тігіп береді дейді. Команда деген мен үшін финансист болу керек, ішінде бухгалтер, керемет бір үлкен мамандар болу керек. Бізде сондай да бір түсінік бар екен да, қарасаң нарықта. Кешіріңіздер, сіздің өніміңізге қызмет жасап жатыр да ол кісілер. Мейлі аутсорста болсын, сіздің өніміңізді тігіп жатыр. Қалай ол сіздің командаңыз емес? Вот бізде командаға деген көзқарас осындай. Шетелдің Волк Уолл Стриттің киноларын көріп алғанбыз да, әбден бизнес-центрдің ішінде стеклянный зданияда отқан костюм шалбар киетіндер, олар командада, бәрін білетіндер. Ал грузчик жаңағыдай қарапайым білімі жоқ, өзіміздің ауылдан келген досымыз, ол команда емес, ол әшейін жай пока істеп жүрген жігіттер деп. Сондай костюм шалбар киетін команда қаяқтан шығады? Сондай грузчиктерден шығады, сондай тігін цехында жұмыс істейтін мамандардан шығады. Ол кинодағы мираждың бәрін алып тастау керек. Сөз бар ғой, это Казахстан, детка деген. То есть бұл Қазақстан, сондай команданың қалайсыз ба? Сізге ешкім үлкен сондай стеклянный офистан келіп, сіздің танымал емес, ешкім танымайтын, әлі өнімінде тұрақсыз компанияңызға келіп жұмыс істемейді. Сол келген грузчикті, сол тігін цехында істейтін қызметкерлерді сендіріп, компанияның өніміне, компанияның болашағына тәрбиелеп, оларға ресурс бөліп, артыңыздан ердіріп, ертең соларға костюм шалбар кигізіп, соларды үлкен стеклянный зданияға алып баратын сізсіз ғой, емес пе? Қашан менде сондай көзқарас болады? Бұл команда емес, бұл жай маман адамдар ғой, түк білмейтін адамдар ғой бұлар деп. Сол ой мен миымда жүрген уақыттан бастап кеткенге дейін мен қасымда сондай адамдар жүретін болды.